Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен сіздерге бүгін үй жағдайында пиязбен және сарымсақпен қалай шашты емдеуге болатынын айтатын боламын. Видеоны соңына дейін көріп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Біз шаштың түсуінен қалай құтылуға болатындығын және шаштың өсуіне қалай қол жеткізуге болатындығын білеміз. Үйдегі ең көп қолданылатын дәрі-дәрмектердің біріне шашқа арналған пияз шырынын қарастыруға кеңес беремін. Шаштың түсуін тоқтату және шаштың өсуін арттыру үшін қажетті дәрумендердің табиғи, қымбат емес көзі пияз сіздің барлық қиындықтарыңыздың соңы болуы мүмкін. Пияз шырынын шашпен емдеуді білу үшін оқыңыз. Үйдегі пияздан жасалған маскалар. Төменде шашты өсіруге және де шаштың түсуін тоқтатуға арналған пияз маскалары бар. Бірінші, қысқаша мазмұны: жұмыртқаның сарысы қосылған пияз шаш маскасы. Пияз және сарымсақ шашқа арналған маска. Шашқа арналған бал қосылған маска және де зәйтүн қосылған пияз маскасы. Бірінші маска: жұмыртқаның сарысы қосылған пияз маскасы. Сізге керек заттар: бір үлкен пияз, жұмыртқаның сарысы 2 дана, 2 ас қасық кез келген май, үккіш, блендер немесе ет тартқыш. Бірінші, пиязды мұқият жуып, үстіңгі қабаттарын алып тастаңыз. Екінші, пиязды өзіңізге ыңғайлы бөліктерге бөліп, ет тартқыштан өткізіңіз немесе үккіштен. Егер сіз үккішті қолдансаңыз, жақсысын таңдаңыз. Шырын сыққыштың көмегімен бұл оңайырақ болады. Үшінші, жеке ыдыста жұмыртқаның сарысын 2 ас қасық маймен араластырыңыз. Төртінші, алынған ұнтақталған пияздың ішінен шырындарды електен немесе дәке арқылы мүмкіндігінше көп шырындардың сарысы бар ыдысқа салыңыз. Барлығын тегіс кремді паста етіп араластырыңыз. Пияз жұмыртқа қоспасын бас терісіне және тамырға сүртіңіз. Қалғанын ұзындығына жағыңыз. Басты пленка астына 30-45 минут сіңіріп, жылы сумен және сусабымен жуыңыз. Пияз шырыны бар маска қолданылар аптасына 1-2 рет қолдануға болады. Сонымен пияз және сарымсақ шашқа арналған маска. Сізге қажет заттар: 1 үлкен пияз, 1 бас сарымсақ, 3 ас қасық жылы бал, 1 стакан айран, үккіш немесе ет тартқыш, дәке немесе елеуіш, сонымен қатар сарымсақ ұсатқыш керек болады. Бұл масканы дайындау үшін пияз бен сарымсақты ұсақтап майдалап тураңыз. Сарымсаққа жылы бал қосыңыз, араластырыңыз. Пияз жармасын дәкеге орап, шырынын сарымсақ пен балға сығып, оған айран қосып, бәрін араластырыңыз. Шашыңызды полиэтиленмен және де сүлгімен жылытыңыз. Пияз шырыны бар бұл шаш маскасы шашта кем дегенде жарты сағат болуы керек. Уақыт өткеннен кейін сусабымен шайыңыз. Сонымен қатар пияз қабығынан шашқа арналған маскалар да бар. Ол үшін сіздерге 1 үлкен пияздың қабығы, жарты литр су және де жартылай лимон керек болады. Дайындау тәсілі: пияз қабығын қайнаған суға жіберіңіз. 10 минут қайнатыңыз. Сорпаны салқындатыңыз. Сорпаға жарты лимон сығыңыз. Дайын болған қоспаны бүріккіш бөтелкесі бар бөтелкеге салыңыз. Сондықтан сізге шашты да оның тамырларını біркелкі шашырату ыңғайлы болады. Бұл жуғышты шашты жуар алдында қолданыңыз. Сорпаны толығымен жағыңыз. Теріге, тамырларға және де шаштың ұзындығына 15-20 минут күтіңіз. Пияз шырынын шаштан алған шырынмен қалай жууға болады деген сұрақ туындауы мүмкін. Кәдімгі жуумен, сусабымен жуылады. Пияз қабығының тұнбасын аптасына 1 рет қолдануға болады. Егер сіз пияз жегенді ұнатсаңыз, бұл сіздің шашыңызға да пайдалы. Пияз хош иісті жақсартқыш болып табылады және кез келген тағамға жағымды және бай хош иіс бере алады. Сонымен қатар зәйтүн майы қосылған пияз маскасы да бар. Пияз шырыны мен зәйтүн майының қоспасын шашқа шикі немесе қыздырылған әрең жылы күйінде жауға болады. Сізге пияз шырынын көрсетілген қасық зәйтүн майымен араластыру керек. Маскадағы сыра шаштың өсуіне күш беріп қана қоймайды, сонымен қатар табиғи шаштың бұралануын әсер туғызады. Масканы дайындау үшін 5 ас қасық пияз шырыны, 4 ас қасық зәйтүн майы және де жарты кесе сыра керек болады. Қолдану тәсілі: зәйтүн майын пияз шырынымен және сырамен араластырыңыз. Шашқа жағыңыз немесе аздап қыздырыңыз. 15 минут ұстау керек. Маска қалдықтарынан құтылу үшін сусабымен жақсылап шайыңыз. Бұл масканы да аптасына 1 рет қолдануға мүмкіндік беріледі. Достар, осымен видеоның соңына да келіп жеттік. Видео сіздерге ұнады деген ойдамын. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.